Сәлем оқырман, каналыма қош келдің. Бүгін мен Азамат Скафовтың «Сен» атты әңгімесін оқитын боламын. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийға өз ойыңызды жазуды ұмытпаңыз. Есте сақтау қабілетін жақсартатын әдеттер. Кез келген сабақты, кітапты, ақпаратты есте сақтау үшін бірнеше техникаларды қолдануға болады. Фокус. Ең бірінші мәселе фокус қойып тыңдау. Мысалы, сіз бір конференцияда отырсыз. Спикердің ақпаратын есіңізде сақтап, қабылдап алу үшін оны фокус қойып тыңдау өте маңызды. Телефоныңызды алып, чатта біреумен онлайн сөйлесіп отырсаңыз, фокусыңыз бөлініп кетеді. Сәйкесінше, айтылып жатқан маңызды ақпарат пен білімдер бір құлағыңыздан кіріп, бір құлағыңыздан шығып кетеді. Спикерді назарыңызды бұрып тыңдап, мүмкін болса, маңызды дүниелерін блокнотқа түсіріп, түртіп алып отырыңыз. Сұрау. Білмеген адам емес, білмейтінін сұрауға ұялған адам ұтылады. Сондықтан, кез келген сабақта, курста, ортада бір ақпаратты не тақырыпты түсінбесеңіз, сұраңыз. Миыңызда пайда болған сұрақтарға жауапты сұраған кезде ғана аласыз. Эмоция қосу. Кез келген ақпаратқа эмоция қосыңыз. Вау, бұл сонда осындай екен ғой. Мәссаған, мен бұны білмеппін. Шынымен, тың ақпарат екен. Сонда әдет қалыптастыру оп-оңай екен ғой. Міне, осы секілді түрлі эмоцияларды қоссаңыз, ақпараттар ерекше есіңізде қалады. Ассоциация. Кез келген ақпаратты бір дүниемен байланыстырып салыңыз. Мысалы, біз көбіне танысқан адамымыздың атын ұмытып қалып, кейін қайта сұрауға ұялып жүреміз. Сол кезде ассоциация жасап алыңыз. Марат деген адаммен таныссаңыз, дереу ойша есімі Марат екен. Марат сыныптасымның аттасы болып тұр ғой, деп ойлап қойыңыз. Сонда келесі жолы бірден есіңізге түседі. 1961 жылы Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан деген ақпаратты оқысаңыз, тағы да ассоциация жасаңыз. Демек, менің папам туылмай тұрып 5 жыл бұрын ұшқан екен деп ойлап қойсаңыз, есіңізде жақсы сақталады. Липостат әдісі. Бұл ағзамыздың бір үрдісті қалыпты деп қабылдау процесі. Әдет қалыптастыру орташа есеппен 21 не 42 күн уақыт алатынын айттық. Ал біз осы әдетті қалыпты деп қабылдау үшін 90 күн уақыт керек екен. Сіз салмақ тастағыңыз келеді. 2 айда 90 килограммнан 78 килограммға дейін түстіңіз. Бұл сіздің идеалды салмағыңыз. Бірақ ағзаңыз осы салмақты ұстап қалыпты деп қабылдауы үшін тағы 3 ай уақыт керек. 90 күн осы салмақты ұстап тұрсаңыз ғана организм бұл салмақ норма екенін қабылдап үйреніп кетеді. Көпшілік адам бірден салмақ тастап, артынша тағы да қосып алып жататын себебі осы. Бір рет салмақ тастадым екен деп босаңсуға болмайды. Осы салмақты 90 күн ұстап тұрғаннан кейін ғана осы сіздің қалыпты салмағыңызға айналады. Әдеттер қашан бұзылады? Біз жасап жүрген әдеттерімізді бекерден бекер құртып алмаймыз. Жасағымыз келмей қалған күндері әдеттеріміз аяқ астынан өздігінен бұзылмайды. Мұның өзіндік себептері, арнайы формуласы бар. Осы ақпараттарды білгеннен кейін бізге өмір сүру әдеттерімізбен жұмыс істеу әлде қайда жеңіл болады. Сізге керек пайдалы әдеттерді бұзып қою 4 себептен болады. Немістің «хатл» деген сөзі бар. Стоп, яғни тоқта деген мағына береді. Аш, hungry, сіз қатты қарныңыз аш кезде дұрыс шешім қабылдамайсыз. Өзіңізге берген уәдеңізді бұзып қою мүмкіндігі де тым жоғары. Сондықтан да кез келген диетада бізге қатты аш болуға рұқсат етілмейді. Адамдар қалай артық салмағынан арылады? Аштықпен емес, керісінше көп рет, бірақ аз мөлшерде тамақтанып салмақ тастайды. Не үшін? Өйткені қарныңыз қатты ашып кеткен кезде сіз ештеңеге қарамайсыз. Бірден барлығын жеп қоясыз. Angry, сіз ашуланып тұрған кезде өзіңізге берген уәделеріңізді ұмытып, әдетіңізді бұзып қоясыз. Lonely,
Әдетте адамдар жалғыз қалған кезінде берген антын бұзып, сөзінде тұра алмай қалуы әбден мүмкін. Мысалы, енді темекі шекпеймін деп бәрінің көзінше айтып, сөз беріп қойған болса, оңаша қалғанда шыдамай темекі тартып қояды. Тирет. Адам қатты шаршап тұрған кезде бәріне қол сілтей салуы мүмкін. Осы жерде байқасаңыз, help деген сөз шықты, аудармасы стоп. Егер де берген сөзіңізді немесе жоспарыңызды орындағыңыз келмей тұрса, өзіңізден сұраңыз. Мен осы 4 құбылыстың қайсысында тұрмын? Осыны анықтап сұраққа жауап табуыңыздың өзі сізге қатты көмектеседі. Bir күні мен үйге кешкі 9-да келдім. Кешкі 6-дан кейін тамақ жемеу маған әдетке айналып кеткен. Бірақ сол күні менің қарным ашып, тамаққа тартып тұрды. Дереу өзіме сұрақ қойдым. Менің қарным қатты аш па? Мен ашулымын ба? Мен жалғызбын ба? Мен шаршап тұрмын ба? Дәл осы күні үйде жалғыз едім. Әрі жұмыстан шаршап келген болатынмын. Екі сезім бірдей қосылса, адамдардың әдетін бұзып қою проценті де қатты жоғарылайды. Бірақ мен өзіме дұрыс сұрақ қойып, жауап беру арқылы өзімді тоқтаттым. Шаршап тұр екенмін ғой, ештеңе етпейді, ертең таңертең ерте тамақтанамын деп өзімді бастым. Яғни, дәл осы сәттегі күйіңіздің себебін білуіңіз өте маңызды. Жоғарыдағы 4 сұрақты жаттап алыңыз. Осы сезімдердің кез келгені немесе бірнешеуі қосылса, сіз жоспарыңызды бұзасыз. 4 анықтаманы білудің өзі сізді тоқтатып, тәрбиелеуге көмектеседі. Жаттап алыңыз, есіңізден шығармаңыз. Роберт Дауни. Әр адам өз өмірінің авторы. Не себесің, соның жемісін көресің. Маған анық бір нәрсе бар. Сенің өміріңде болып жатқан дүниенің бәріне тек өзің ғана жауаптысың. Демек, сен осы нәрсенің бәрімен келісіп тұрсың. Жауапкершілік және сылтау. Жауапкершілікті өз қолыңызға алыңыз. Бұл өте маңызды нәрсе. Өкінішке орай, көп адамның бойында жауапкершілік жетіспейді. Қараңыз, бізге кішкентай кезімізден бастап біреулер көмектескен. Бала кезімізде ата-анамыз, мектепте ұстаздарымыз, университетте кураторлар, кей кездері өзіңізден үлкен аға-әпкелеріміз көмектесті, сұрақтарымызды шешіп берді. Өкінішке орай, біз есейсек те сол қалыпта сондай үмітпен өмір сүріп жүрген болуымыз мүмкін. Бірақ сіз үшін бәрін жасап беретін тек қана өзіңіз. Осыны неғұрлым ертерек түсінсеңіз, соғұрлым ұтасыз. Тіпті бастықтан, бухгалтерден де ештеңе күтпеуді үйреніңіз. Қазіргі өміріңізде сізге кей нәрселер ұнамайтын болса, бұл сіздің өткен шақта қабылдаған шешімдеріңіздің нәтижесі. Бірақ осылай екен деп еш қайғырмаңыз. Ойларыңызбен алысып өкініп отырмаңыз. Жай ғана қабылдаңыз және ары қарай жылжыңыз. 1 жылдан кейін қандай нәтиже болғанын қаласаңыз, демек қазір соған сай әрекет ету керек. Формула оп-оңай. Жауапкершілік тек қана өзіңізде. Басқа ешкім келіп сіздің әдеттеріңізді қалыптастырып бермейді. Ешкім сіз үшін жазып, сызып, оқып, білім алмайды. Жоспарыңызды сіздің орныңызға ешкім орындамайды. Адамдар өзінен жауапкершілікті ысырып тастау үшін неше түрлі сылтауларды ойлап тауып алады. Қолымнан келмейді, мен білмеймін деп айтпаңыз. Үйреніп алыңыз. Сіздің басқалардан қай жеріңіз кем? Ең бастысы, қаласаңыз болды. Кез келген дүниені меңгеріп алуға болады. Елдің жағдайы ауыр. Бұл да бір үлкен сылтау. Сіз қалаған нәрсені беретін ел халық емес, Алла тағала. Ризық несібеңіздің барлығы өзіңіздің ниетіңіз бен еңбегіңізге сай беріледі. Карантин, ковид дегендерде сізге кедергі бола алмайды. Карантинге қарапайым адам болып кіріп, миллионер болып шыққан қаншама адамды білемін. Еңбек етем деген адам жолын тапты. Білмеген болса, онлайнды меңгерді. Мені солай тәрбиелеген. Өзіңізді, өскен ортаңызды
көрген тәрбиеңізді айтып шектеу қоймаңыз. Жоқ жерден өз-өзіңізді аяп отырмаңыз. Алдымен қабылдаңыз. Жақсы, сіз белгілі бір жасыңызға дейін осылай өмір сүрдіңіз, бірақ енді әрі қарай бұлай жалғасқанын қаламайсыз. Демек, қалауыңызға сай жоспар жасаңыз. Сол жоспарыңыз бойынша міндетті түрде әрекет қылыңыз. Тағы бір курс өтіп алайын, ешқандайда тағы бір деген сылтаумен жауапкершілікті болашаққа ысырып жібермеңіз. Тағы бір кітап оқып алайын деп, осы кітаптан алған біліміңізді құнсыздандырып алмаңыз. Бұл кітапта жазылған білімнің 50%-ның өзін алып, практикада қолдансаңыз, кәдімгідей кейін деген нәтиже көретініңіз анық. Себебі дұрыс әдеттер қалыптастыру, миыңыздың жұмысын түсінудің өзі тікелей бәріне әсер етеді. Қаржылық жағдайыңызға, тұлғалық дамуыңызға да, денсаулығыңызға да, қарым-қатынасыңызға да оң өзгерістер алып келеді. Егер бір нәрсе бастағыңыз келіп жүрсе, оған ең ыңғайлы уақыт дәл осы уақыт. Кейінге қалдырмаңыз, сылтау іздемеңіз. Уәрі бастыр, уайымды жеңу. Адам өз ойынан өзі таяқ жеп жүреді. Кейде жасап көрмей жатып, ойдан бір нәрселерді шығарып алады. Содан кеудесін уайым басып, бойын қорқыныш билейді. Идеясы сол күйі жайында қалады. Істеп көрмек түгілі бастамайды да. Осындай сәттерде маған бір формула қатты көмектесті. Сізге де көмегін тигізетіні сөзсіз. Ең бірінші қадам жазыңыз. Сіз нақты неден қорқып тұрсыз? Мысалы, мен 2011 жылдан бері басқарушылық қызметтерде жұмыс істедім. Қол астымда 15-20 адам жұмыс істеді. Ең қызығы, осы 12 жылдың ішінде менің айлығымды көтеріңізші деп сұраған 2 адам болды. Олардың айлықтары көтерілді. Басқа ешкімнің бұлай сұрауға батылдығы жетпеген секілді. Жазыңыз. Мен бастықтан барып айлығымды көтерші деп сұрауды қорқып тұрмын. Мойындау шешімнің 50%. Сіз қазір нақты мойындап тұрсыз. Екінші қадам, ең нашар нәтиже қандай болуы мүмкін? Сіз басшылыққа барып айлығыңызды көтеруді сұрауға қорқып тұрсыз. Ең нашар нәтиже қандай? Шын мәнінде сіздің бұл сұрағыңыз үшін ешкім жұмыстан шығармайды. Ешкім сізді ұрысып сөгейін деп тұрған жоқ. Әрі біз қазақ көңілге қараймыз ғой, ойланып көрейік немесе қарастырып көреміз деп шығарып салуымыз мүмкін. Шын мәнінде нашар нәтиже жоқ. Үшінші қадам, ең ауыр нәтижені болды деп қабылдаңыз. Болуы мүмкін деген ең нашар нәтижені осы орынға салып көріңіз. Сонда ғана нашар нәтиже, оқиғаның салдары ауыр болуы мүмкін деген жүкті үстіңізден түсіресіз. Төртінші қадам, оны болдырмау жолдарын ескеріп, бірден әрекетке көшіңіз. Ең нашар нәтижені болдырмау үшін 1-2 ай сапалы, тиянақты жұмыс істеңіз. Алдын ала жоспарлап барып, басшылыққа кіріңіз. Дәл осы қорқынышты жеңу формуласын сіз де қолданып көріңіз. Нәтижесі қуантары анық. Ми мен мен. Біз мидың нақты қандай бөліктерден тұратынын білмейміз. Негізі ми 18 бөліктен тұрады. Ми әлемдегі ең мықты ақпарат. Ол бізден бөлек емес, біз оны басқарамыз. Бірақ ми автоматты түрде оған бұрын берген бұйрықтарыңыз бойынша жұмыс істейді. Кезінде берілген тапсырмаларыңыз бойынша сізге қызмет қылады. Әрекетіміздің 95% автоматты түрде жасалады. Префронтальная кора, тура маңдайымыздың астындағы бөлік. Бұл тек қана адамда болады. Ол біздің шешім қабылдауымызға жауап береді. Неғұрлым осы бөлім қаттырақ дамыса, соғұрлым дұрыс, адекватты шешімдер қабылдаймыз. Джо Диспенза атты ғалымның айтуы бойынша, префронтальная кораны дамытатын әрекеттердің бірі құлшылық екен. Мысалы, ислам дінінде намаз, буддизмда медитация. Дәл осы уақытта префронтальная кора өте жақсы жұмыс істейді екен. Кітап оқу, ойлану, жоспарлау жұмыстарында да префронтальная кора жақсы дамиды. Яғни жаттыққан сайын ол да мықты бола түседі. Осылайша аналитикалық ойлау қабілеті қатты дамиды. Америкада 1850
1950 жылдары түрмедегі адамдарға түрлі эксперименттер жасайтын болған. Ғалымдар олардың префронтальная корасын қолдан зақымдап адамдардың өзгерісін бақылаған. Сонда миларының осы бөлігі зақымданған адамдардың өмірге деген қызығушылықтары мүлдем жоғалып кетіпті. Артық әрекет жасамайтын болған. Тек бір әрекет жасап, бір бағытта жүреді. Сағаттап қимылсыз отыра беретін болған. Содан ғалымдар адамда префронтальная кора дұрыс жұмыс істемесе, ол шешім қабылдау қабілетінен айырылады деген қорытынды шығарған. Ондай адам миында қалып қойған процесс бойынша ғана өмір сүретін болған. Біз көбірек ойланып, жоспарласақ, неғұрлым көп құлшылығымызды жасасақ, соғұрлым префронтальная кора мықты болады. Сәйкесінше аналитикалық ойлау жүйеміз өте жақсы дамиды. Миымызда екі түрлі жұмыс істеу режимі бар. Біріншісі молшылық, шабыт режимі, екіншісі дефицит, яғни стресс режимі. Сіз қай режимде өмір сүріп жатырсыз? Көбіне біз өзіміз байқамай дефицит режимінде жүреміз. Оның көрсеткіші мынадай: күніңіз басталады, өтіп кетеді, уақыт тез өтеді, қатты бір өзгеріс жоқ, нәтиже жоқ. Адам стресстік режимде өмір сүрсе, барлық нәрсені блоктайды. Тек тамақ жеу және ұйықтау, көбею деген процестер ғана қалады. Стресстік жағдайда ми энергияны сақтап қалуға тырысады. Бұл режимде адам артық салмақ жинап, семіріп кетеді. Ми бүкіл энергияны майға айналдырып қою туралы шешім қабылдайды. Ертең қиын күн болса, майды қолданамыз деген сақтықпен өмір сүреді. Иммунитетіміз де белгілі бір сұрау жібергенде ми оған стоп, бұл нәрсеге біздің жұмсайтын энергиямыз жоқ, қоя тұр дейді. Сонымен қатар адам ақырын тез ауырып қалатын ауыршаң адамға айналады. Сүйек өсуіне, өзін-өзі емдеуге де организмнің артық энергиясы жоқ. Стресстік режимде жүрген адамның тістері сарғайып, жалпақ тілмен алғанда құрттап кетеді. Себебі ми блоктап тастаған керекті витаминдер жоқ. Оқу, даму, жаңа қызығушылық, іздену деген дүниелер де жайына қалады. Барлығына беретін мидың жауабы: оған уақыт жоқ, күш жоқ. Бұның барлығы ешқандай да сіздің жалқаулығыңыздан емес. Негізгі себеп сіздің стресстік режимде жүргеніңіз. Егер стресстік режимде жүрген болсаңыз, одан қалай шығуға болады? Шын мәнінде бұдан шығу сіз ойлағандай қатты қиын емес. Стресстік режимде жүргеніңізді біліп, мойындаудың өзі шешімнің 50%. Әрі қарай одан шығудың қарапайым жолы көбірек құлшылық қылу, медитация жасау және өзіңізді тыңдау. Ең бірінші әрекетіңізді қазір жасаңыз. Қағазды алып, осы сұрақтарға жауап жазып көріңіз. Мен кіммін? Қайдан келдім? Қайда бара жатырмын? Армандарым қандай? Өзімді іздеп жүрмін. Мен не істеп жүргенімді білмеймін. Дұрыс өмір сүріп жүрмін ба? Осы жұмыста істегенім маған керек пе? Өзіме керек ортадамын ба? Осындай сұрақтардың барлығы өзіңді табу дегенге алып келеді. Икигай деген өзіңіздің қалаған, сіз жақсы білетін және адамдар ол үшін ақша төлеуге дайын іс. Осылардың барлығы ортақ болған жерде сіздің икигайыңыз бар. Ол жерде сіз өзіңізді потокта сезінесіз. Бұл іспен айналысқанда сіз шаршамайсыз. Қолымнан келеді, ақша төлейді, жақсы көремін. Осы 3 сфера сіздің икигайыңыз болып табылады. Өзіңіздің сүйікті ісіңізді табу туралы дайындалған арнайы тест бар. Сол тестте қандай істі сізге ақша төлемесе де тегін істеуге дайынсыз деген сұрақ көрсетілген. Адамның икигайын осы жауаптан да табуға болады. Өзіңіз жақсы көретін жұмысты тауып алсаңыз, сіз ешқашан жұмыс істемейсіз. Бар болғаны өзіңіз демалатын, жақсы көретін іспен айналысасыз. Адам өзін-өзі таппайды, себебі ол өзін-өзін жоғалтып алған жоқ. Адам бар болғаны өміріндегі әдеттері мен әрекеттері арқылы өзін-өзі қалыптастырады. Өзіңізді іздемеңіз, бірақ өзіңізді таныңыз. Сіз де ашылмай жатқан кітапсыз.
қайталанбайтын геніңіз бен болмысыңыз бар. Сізге не ұнайды, не ұнамайды, қандай өмір сүргіңіз келеді, немен айналысқыңыз келеді, қолыңыздан жақсы келетін істер қандай? Өзіңізге осы секілді сұрақтарды қойыңыз және икигайыңызды іздеңіз, табыңыз. Төмендегі кестені толтырып шығу арқылы икигайыңызды анықтап көріңіз. Кестені толтырған соң тағы бір қарап шығыңыз. 3 кестеде де жазылған ортақ істер сіздің икигайыңыз болып шығады. Жаңа қабілетті меңгеру мүмкіндігі. Жаңа қабілетті енгізіп отыру бүгінгі заманның талабы. Уақытыңызды дұрыс жоспарлап кіріссеңіз, кез келген қабілетті 2-3 айда өте жоғары деңгейде меңгеріп аласыз. Қазір баяғыдай қиын ештеңе жоқ. Мысалы, интернет-маркетинг немесе коучинг, менторлық қабілет үйреніп түсіну үшін университет оқудың керегі жоқ. Ары кетсе 6 айдың ішінде білім, тәжірибе алып, профи болып шыға аласыз. Әр қабілет құндылық. Сізге жаңа қабілетті меңгеру бүгінгі күні өте қолжетімді. Ол үшін бар болғаны қарапайым қадамдарды жасасаңыз болғаны. Жасау керек әдеттер келесі видеода айтылған. Келесі видеоға өтіңіз. Осымен біздің бүгінгі видеомыз өзінің аяғына жетті. Соңына дейін қараған болсаңыз, сізге рахметімді айтамын. Және де бүгінгі видеодан өзіңіз қандай ой түйдіңіз, соны комментарийға жаза кетіңіз. Және де алдағы уақытта қандай кітаптың аудио нұсқасын қалайсыз, соны да жаза кетіңіз. Ендеше менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, видеома лайк басып, өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Ендеше сау болыңыздар.